Астанада 12 жасқа дейінгі балалар арасында теннистен президент кубогы өтіп жатыр. Бүгін турнирдің 3-ші күні. Жеңімпаздар сенбі күні анықталады. Жас теннисшілер жарысы жайлы тілшіміз баяндайды. Заңғар жүлдеден үмітті 104 қатысушының бірі. Жасы 10-да. Тенниспен айналысқанына биыл 5 жыл болыпты. Осыған дейін бірнеше жарыста биіктен көрінген ол. Президент кубогында қанжығаға байласам дейді. Әзірге қос қарсыластан басым түсті. Ал чемпион атану үшін тағы 3 кездесуде жеңіске жетуі қажет. Кубок президент қойған соң президенттің кубогын ұтқым келеді. Ұлттық теннис орталығына еліміздің 9 өңірден жас спортшылар келген. Жарыс балалар арасындағы турнир деген сипатқа ие болса да, әр матчтағы тартыс ересектерден еш кем емес. Bir ғана соққымен қарсыласын қапыда қалдыру, қуаныштың көз жасы мен өзекті өртеген өкініш мұнда да кездеседі. Теннистің тізгінін ұстап жүрген мамандардың айтуынша, қазір Астанада 800-ден астам бала тенниспен айналысады. Ал осындай турнирлер аталған спорт түрінің одан әрі өркендей түсуіне жол ашады дейді олар. Астанада жаңа теннис орталығының құрылысы басталды. Себебі елордада 800-ден астам бала тенниске қатысады. Сондықтан корттар барлығына бірдей жете бермейді. Жаттығулардың уақытын да жиі ауыстырамыз. Жаңа орталықтың құрылысы жақын күндері басталады деп үміттенемін. Финалдық ойындар алдағы сенбіде өтеді. Ал жеңімпаздарды марапаттау рәсімі жексенбіге жоспарланған. Нұршапағат Несіпбаев, Ғани Алшынбаев, Хабар 24, Астанадан.